Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз отбасы шағын мемлекет Дулат Исабековтің әпке драмасы бойынша. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Алдыңғы өтілген тақырыптарға шолу жасасақ, мынадай тапсырма. Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді дейтін әкем. Кімнің баласысың деп сұрайтын әкем. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген? Сұрағымыз, үзінді қай шығармадан алынған? Берілген шағын екі үзінді де тәрбие беріліп тұр деп ойлайсың ба? Үзінді Үшқания повесінен алынған, авторы Бауыржан Момышұлы. Тәрбие әдептілікке, үлкенді сыйлауға, тегін тани білуге үйрету деп білемін. Бұл өтілген шығармаға шолу болатын. Келесі, екі шығарманы салыстыратын болсақ, Үшқания Бауыржан Момышұлының повесі, әпке Дулат Исабековтің драмасы. Басты кейіпкер Бауыржан, анасы ерте қайтыс болған, әкесі және әжесі тәрбиелеген, шығармада ақыл, нақыл сөздер, тәрбиелік мәні бар әңгімелер көптеп кездеседі. Әпке драмасы бойынша басты кейіпкердің бірі Қамажай, анасы қайтыс болған, әкелері тастап кеткен, Қамажай бауырларын өзі тәрбиелейді, бауырлар арасында талас-тартыс, өзара келіспеушілік, кикілжің кездеседі. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Бұдан шығатын қорытындымыз отбасы шағын мемлекет. Себебі әр отбасының тәрбиелейтін басшысы, анасы, әкесі немесе ағасы, не әпкесі болуы да мүмкін. Мемлекеттің құрамын халық толықтырса, отбасын ата-ана, балалары құрайды. Мемлекет басшысыз, отбасы қамқорлықсыз қалуы тиіс емес. Ендеше, осы бір шағын мемлекетті басқарып қалған жап-жас Қамажайдың бауырларына деген қамқорлығына көз жүгіртейік. Қамажай шағын отбасы атты мемлекетті қалай басқарды? Спектакльден үзінді тамашалайық. Қамажайдың қамқорлығы. Қайда жинадың? Тамақ ішпейсің бе? Асханадан ішкем. Ой, мен сені жұмыстан шаршап келеді деп. Рахмет. Омар Москваға жүргелі жатыр. Диссертациясы жөнінде шақыртыпты. Тағы да ақша құрта ма? Енді өз стипендиясы өзіне жетеді ғой. Жарайды. Баруына жетеді. Аудан соң не істемек? Бір мәнісі табылар. Диссертацияны абыроймен қорғап шықса. Ай, мамуля. Шығарма бойынша құндылықтарды айтатын болсақ, ол бауырлар, бір-біріне бауыр бола білген, білімділік, жастардың өзара тақырып төңірегінде тартысуы, татулығы бар арасында, Қамажайдың мейірімділігі бар, адамгершілік, қамқорлық, жан жылуы. Бұл шығарма бойынша алынған құндылықтар. Сонымен қатар, спектакльге шолу жасай отырып, Қамажайдың қамқорлығымен бірге өрбіген шығармадағы теріс әдет қылық, өрескел жайттар. Жастардың шарапқа үйірлігі, қыз баланың темекі тартуы, үлкенге сөз қайтару, баланы алдырту, өз тілін шұбарлап сөйлеу. Бұл шығармада көрініс береді. Ал енді шығарманың тарих үшін құндылығы неде деп ойлайсыздар? Ешбір әдебиет туындысы заманнан, қоғам тынысынан тысқары болмайды. Шығармаға назар аударайық. Қамажайдың інісімен реніші не үшін туындады? Осыған көз жүгіртейік, спектакльді тамашалайық. Мамуля, бер келіңізші. Неге шақырдым? Мамуля. Камаға қол жұмсаған сіз бе? Қол жұмсады дейтіндей. Жоқ. Каманы ұрғаныңыз рас па деймін? Рас. Себебі... Себебінің керек жоқ. Ар жағын айтпай-ақ қойыңыз. Келінге қол көтеріп бұлай тұрсын.
Осы уақытқа дейін мен сендердің маңдайларынан шертіп көрдім бе? Алдымен неге ұрдың деп, әуелі соны неге сұрамайсың? Себебін білем. Себебін білем. Көп болса, күшік тастаған шығар. Басы жас әлі талайды көтереді. Иә, басым жас, әлі талайды көтерем. Сен де біледі екенсің ғой. Сен де біледі екенсің ғой. Тасбауыр, қатыгез қара жүректер тасбауырлар. Сен де біледі екенсің ғой. Біледі екенсің ғой. Шығарма бойынша кімнің жан даусы? Шығарма бойынша Қамажайдың жан даусы болғанмен, бұл әрбір ана бойына біте салысымен, бұл өмірден аластатылған тастанды сәбидің үні. Бүгінде қоғамда белең алған, қоқысқа, әжетханаға тасталған, анасы үшін, қоғам үшін қажетсіз нәрестелер жан айқайы. Келесі кезекте шығарманың көркемдік қуатын талқылайық. Отбасылық өмірде ақша тапшылығына кездескенде, бауырларының жоғын түгендей алмағанда, Қамажайдың ең көп айтатын сөзі бір мәнісі болар. Алармыз, тағы келер. Не болмаса Камиляның сөзін алсақ, соған бола ма? Тимурдың сөзін берсек, қазақша аты Слухан, аты не очень удачный ат, сондықтан Светлана деп кеткенбіз. Талдап көрейік. Қамажайдың қолданған етістіктің келер шақ жұрнағы ар-р үміт күттіретін, күдеріңді үздірмейтін көңіл үшін қызмет етеді. Баланы алдыртқаным үшін ренжіп тұрсыз ба деген Каманың сөзінің жүгін, нәресте тағдырына немқұрайлы қарайтынын, соған бола ма деген сұраулы сөйлем атқарып тұр. Светлана деп кеткенбіз деп айтылған Тимурдың сөзі жастардың өз тілін қадірлей алмайтынын байқататын еді. Шығарма бойынша теріп алу стратегиясын орындасақ, шығармада кездескен құнды үш нәрсені теріп ал. Отбасы, ақша, пәтер, жұмыс, мейірімділік, сезім, әдемі көйлек, туфли, костюм, қамқорлық. Теріп алатын үш құндылығымыз отбасы, мейірімділік, қамқорлық. Үлкен мейірім иесі әпке, өзі бақытынан бас тартқан әпке бақытты бауырларының ортасынан табады. Автордың адамдар арасындағы азайып бара жатқан адами қасиеттер төңірегінде ой қозғағанын байқасақ та болады. Шығарманың тарих үшін маңыздылығы да осында.